Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бүгін мен Бексұлтан. Достар, бүгінгі видео бізде өте керемет видео шығайын деп тұр. Бүгін мен блогер қыздарға, жұлдыздарға қызым боласың ба деп сөз салатын боламын. Осы видеоға 15 000 лайк жиналсақ, осы видеоның тағы 3-ші бөлімі шығатын болады. Ал біз видеомыз бастаймыз, кеттік. Достар, видеоның ортасында сендерге кішігірім жарнама. Мен ютубта ақтарып отырғанда, енді әрине блогер болғандықтан конкуренция болады. Басқа блогерлер көріп отырғанда, мен Q-Master деген арнаға жолықтым. Вообще Q-Master арнасына мен таңғалдым. Бұрын сонда қазақ ютубында болмаған контент, вообще қазақ ютубында емес, ютубта ондай контенттер мүлдем аз. Соны біздің қазақ ағамыз бастап отыр. Q-Master керамбит жасайды, өз қолынан керамбит пушка жасайды. Free Fire'дағы паран, катана, Free Fire өзі Free Fire ойнағанша шын өмірде соның барлығын өзі жасап отыр. Міне нағыз шебер достар. Сондықтан да Q-Master ағамыздың арнасы осы видеоның описаниясында тез кіріп тіркеліп кетейік. Соңғы видеосына Бекадан келдім деген 2 адамға 500 теңгеден таратып шығамын. Сондықтан да тез тіркеліп арнасында Q-Master ағамыздың арнасында 2000 подписчик жинап достар. В общем, достар, видеомызға келетін болсақ, мен қазір телефонды алып А7-пісін, енді зачем? Енді барлығы сұрап жатыр, телефонда не А7-піс, енді телефонда не деп тұрмын ғой. Достар, барлығы менде қандай телефон деп сұрап жатыр, А7-піс, Samsung Galaxy A7-піс. В общем, қазір телефонды алып, мен негізі Aruka Mix'қа бірінші жасайын деп ойлағам. Мен Aruka Mix'пен өте жақсы аралассам деп айта алмаймын, бірақ та мен Aruka Mix'пен былайынша басқаларына қарағанда көбірек араласқанмын. Так, достар, Aruka Mix контактымның әрең дегенде таптым. Достар, Aruka Mix қашан в сети болған жазылмаған, бірақ та енді жауап бермесе де енді жазып көрейік. Сәлем, Aruka. Сәлем, Аружан дейін. Қалың қалай? Таныған шығарсын. Сәлем, Аружан, қалың қалай таныған шығарсын. Видеоларың өте керемет шығып жүр. Видеоларың өте керемет шығып жүр. Осылай жазып жіберген достар. 300к подписчик тілеймін. Все, достар, Аружанға осылай жаздық. Енді ответ келсе, Аружаннан ответ келсе, сендерге жауабын көрсететін боламын. Пока что біз басқаларына жаза берейік. Енді басқаларына жазу үшін, достар, мен Инстаграмға кірем. Айтпақшы, достар, мен Инстаграм аккаунтымда тіркеліп кетіңдер. Бексұлтан 41700 подписчик. 50.000-ға жеткізіп бастайық. Менде бірақ 3-ақ публикация. Алда өте қызық публикациялар болатын болады. Так, кіреміз. Мисс Айжан KZ. Давай, достар. Aruka Mix'ten ответ келді, достар. Aruka Mix'ten ответ келді. Кеттік, сразу көреміз. Сәлем. Жақсымын дейді. Aruka мен сияқты сабақ бітіріп, содан кейін нетейінде ызына ішіп отырған ғой телефонда. Жақсы, әрине. Жауап қайтарғанына рахмет. Жауап қайтарғанына рахмет. Такс. Aruka, бір сұрақ бола ма? Такс. Достар, Aruka бір сұрақ бола ма деп жазым, енді жауабын күтеміз. Енді білмей тұрмын, вообще кішкене бір түрлі отырмын, достар. Не запускаться етіп отырмын даже. Әрине дейді. Жазайық, достар, емай отырмын. Сенің видеоларыңды көріп, сені ұнатып қалдым. Бірге видеолар түсірсек қалай қарайсың? Олай жазбаққан, қызым боласың ба деп бірден жазайын. Жоқ, қызым боласың деп, достар, әлі жазбақ қойын, қызым боласың. Мен сенің видеоларыңды көріп ұнатып қалдым. Өте әдемі, мейірімді.
И блогер болғандықтан опыт көп, тәжірибесі көп, и, конечно, маңызса жасам, мен сразу біліп қоямын пранк екенін. Даже шын болса, жоқ кешір дейді. Алан достар, жоқ деді ғой уже. It's prank, bro. It's prank, bro. Біліп едім жоқ дейтініңді. Подписчиктерге сәлем жолдап жіберсеңіз голосовой мен. Аха, солай ойлап едім, біліп едім жоқ дейтініңді. Біліп едім пранк екен дейді. Сонда білмесең не деп жауап берші мен? Вот это поворот! Подписчиктерге сәлем жолдап жіберсеңіз голосовой мен дедім достар. Енді күтеміз барынша шыдамды болуға тырысайық. Қазір Бексұлтан Серіктің тіркелушілеріне Арука Микстен жалынды сәлем. Мен сіздерді де Бексұлтан Серіктің арнасында өте қатты жақсы көрем. Сәлем! Рахмет. Достар, Арука саған үлкен рахмет. Осы өзінше болмай, кейбір ютуберлер бар, өзінше болмай жауап беріп, осылай қолдауына саған да рахмет. Сенге дами бер. Рахмет. Неудобно болып қалды. Пранкқа. Блогерге пранк жасасаң тез түсініп қояды ғой. Достар, жаңаға мен айтқанымды айтып жатыр. Енді блогер бір-бірін түсінеді. Негізі маған фейк аккаунт ашып жазу керек еді. Кімге жасадың тағы да дейді. Әлі тек қана саған жасадым. Мисс Айжан газетке жасайын ба деп отырмын. Қалай ойлайсың? Но онымен связь инстамен ғана походу. Инстасына жазып көрейін. Әлі тек қана саған жасадым. Күшті дейді. Қалай ойлайсың? Но онымен связь инстамен ғана походу. Менде де сол ғой, сосын Бека дейді. В общем, достар, әрі уже личное сообщение болып кетеді. Сондықтан, достар, келесі видеода мен 100 жұлдызға, например, кәмші Жолтабаева, Айдана Меделова осы видеода 15 000 жиналса, бірден сол видеоны шығаратын боламын, сол жұлдыздарға пранк жасайтын боламын. Сөйтіп 100 жұлдызға жазамын, кім жауап бермейді, бірақ до конца бармайын бейді. 100 жұлдызға жазып шығам болды. И ответімін оқитын боламыз. Кім жауап берді екен. Орыстарға да, ағылшындарға да жазатын боламыз. Алынша достар, сенемен болған мен Бексұлтан. Амандықта қауышқанша. Пока-пока. Чао. Давайте. Әдетте бәрі тәтті бәрі басында. Уақыт өте кете буы қалады басыла. Бірақ өзгеше ерекше бөлекше біздің жай. Себебі сиқыр көпір бар арада расында.